қалайсыздар? Мынау Америкада Роберт Кийосаки деген бір адам бар. Бұл адам бүгінге дейін үлкен саудалардың жетекшісі болып келе жатыр. Енді алда бұйырса, мен бұл адамды арнаулы түрде өздеріңізге таныстыратын боламын. Десе де, сіздер бұл адамнан бейтаныс та емессіздер. Мүмкін сіздер мына кітапты оқыдыңыздар. Бұл кітаптың аты Бардам әке мен Зардам әке. Иә, бұл кітап ертеректе шықты. Бірақ көптеген адамдар бұл кітапты оқығанда болу керек, немесе оқымағанда болу керек. Ал оқыған адамдардың және де көп бөлімі бұл кітапты түсіне алған жоқ. Мысалы, мен осы кітапты 2003 жылы сатып алып оқыдым. Ал содан кейін әлде неше рет қайталап оқыдым, және бұған қатысты бұл адамның тағы да бірнеше қазақшаға аударылмаған кітаптары бар. Бұларды да бірнешеуін оқыдым. Балаларға арналған кітаптар да бар. Және қазақшаластырып аударып та көрдім біраз дүниелерін. Сонымен қатар көптеген естеліктер алдым, және арнаулы түрде өзімнің тұрмысымда қолданып көрдім. Ал ондай болса, енді мына жерге мен бір кесте сызып қойдым. Енді осы кітапта ең көп айтылатын дүние қарыз және мал мүлік. Ал ондай болса, қарыз деген нәрсе не дейді? Мен кеше де айттым, қарыз деген нәрсе ол ешқашанда сіздің біреуден алған, я болмаса бәңкеге берешекке ақшаңыз ғана емес дейді. Ол ақшаны қалтаңнан әкететін нәрсе дейді. Яғни белгілі бір дүниеңіз бар сіздің қолыңызда. Ол тек қана сіздің қалтаңыздан ақшаны әкетуге ғана жауапты болатын болса, онда бұл нәрсе қарыз дейді. Сондықтан бүгін біз назарымыздағы қарыз деген нәрсені біреуден алған ғана нәрсе деп түсінбей, керісінше біздің де қалтамыздағы әкететін нәрсе деп түсінсек, онда біз қарыздың шын мәнін ұғынған боламыз. Ал енді мал мүлік деп аталады. Мал мүлік деген нәрсе не? Мал мүлікті біз көбінде үйім, машинам, телефоным, анау мынауым деген секілді өзіме меншіктелген дүниенің барлығын мал мүлкім деп ойлаймыз. Әмәлиятта дейді, бұлардың барлығының мал мүлік болуы екі талай дейді. Мысалы, сіздің де қолыңызда телефон бар, менің де қолымда телефон бар. Ал мен қолымдағы телефоннан пайдаланып ақша табатын болсам, онда бұл телефон менің мал мүлкім болады дейді. Ал сіздің де қолыңызда телефон бар, сіз ол телефоннан тек қана дойын көресіз, телефонда сөйлесесіз, басқа ол сізге құн жаратпайды, онда бұл телефон сізге қарыз дейді. Демек, көрдіңіздер ме? Қарыз және мал мүлік деген нәрсені дұрыс ажырату керек. Енді осы Роберт Кийосакидің өзінің әкесі мектепте профессор болған, мықты қайнай оқыған адам. Оқу мағлұматы жоғары Америкадағы мықты адамдардың бірі болған. Ал енді өзінің жаңағы бай әкесі, яғни досы Мактың әкесі кім еді дейді? Ол бір 3-ші класты ғана бітірген саудагер болған. Ал қызық жері, осы 3-ші класс қана бітірген адамның қол астында доктор, адвокат, жаңағы жоғары мектепте бітірген мықтылардың барлығы осы адамның қолында істеген. Сондықтан ол не дегенде өзінің 11-9 жасынан бастап осы бай әкесі мен жаңағы кедей әкесінің қатар тәрбиесінде болғандығы себепті қайткен, ол өзінің осы екі әкесінің тәрбиелерін бай әкем және кедей әкем, немесе Бардам әкем және Зардам әкем деген кітап арқылы бейнелеген. Онда дейді, бүгін біз осы екі әкенің қазына мал мүлік кестесіне қарап көрейік дейді. Енді мынау менің кедей әкемнің қазына мал мүлік кестесі. Менің кедей әкем дейді, үйін дейді, көрдіңіз, фаңзы дейді, үйін өзінің мал мүлік кестесіне кіргізеді дейді. Ал бай әкем болатын болса, үйін өзінің қарыз кестесіне кіргізеді дейді. Мінекей бағанағы үйім мал мүлкім деп жүргендердің барлығы, егерде сіздер осы кестені көретін болсаңыздар, ойбай, мен өзімнің миллион юандық үй сатып алдым, менде миллион юандық мал мүлік бар деп жүрсем, ол әсілінде миллион юандық қарыз екен ғой деген көзқарас бүгін жарқ етіп шыға келеді. Әрине, бұл екі ақтал кесте арқылы бұл адамның бізге не демекші екендігін біз толығымен айтып жеткізе алмайтын шығармыз. Біз, меніңше, осы кітапты тағы да бір рет түсініп оқып шығуымыз керек. Немесе біз оны талдап, шынайы түсінетін адамнан бір тыңдап көргеніміз де дұрыс шығар. Ендеше, достар, құрметті, алда мен осы кітапты арнаулы түрде таныстыратын, жалпы 8 сабақтан тұрады, бір үйрену орналастырсам ба деген жоспарым бар. Егер де сіздер де бай әкенің көзқарасы мен кедей әкенің көзқарасын талдау арқылы өзіңіздің кімнің қатарында жататындығыңызды білгіңіз келсе, немесе сізде бағанағы бай әке секілді ойланғыңыз келсе, осы кітаптың талқы тобына қатынасып көріңіздер, достар. 记得关注再走哦。